інісі болса одан ары жалғастырушысы деген мағынада айтылады. Онда ұлы үйде қуат бар, қызды үйде шуақ бар дейді. Енді ұл деген қамқоршы, қолғанат деген мағынада, қызды үйде шуақ бар деген, қыз енді үйдің әдемілігі деген мағынада білдіреді. Қатты бар үйдің қазынасы бар деген қарттарымыз, қатты бар үйде үлкен кісі бар жерде береке бар, өнеге бар деген сөз. Ең соңғысы өз балаңды өскенше, немерең өлгенше деген. Өз балаңды өскенше бағасың, немереңді немере балдан тәтті дейді, өлгенше бағасың. Үшіншісі әкеге қарап өз шешеге қарап қыз өсер. Төртіншісі ағасы барын жағасы бар. Бесіншісі ісі барын ісі бар. Немере балдан тәтті. Қыз барын наз бар. Бүгінгі сабағынан қандай әсер алдыңыздар, соны жазасыздар.